Қайырлы күн көрермендерім, бүгін сіздермен осындай пышный болып шығатын пончиктің рецептімен бөліскім келіп тұр. Өте керемет болып шығады, қалыңдығын қараңыздар. Ортасы да керемет болып пісіп шығады. Енді бізге қажет жылы су, жылы сүт қажет болады. Сары майымызды ертіп қосамыз, бір жұмыртқамызды, шекерімізді салып, барлығын бір келкетіп араластырып аламыз. Біздің жұмыртқамыз араласу керек. Үстінен 1,5 қасық дрожжімізді саламыз, және де ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Біздің қамырымыз қолға жабыспақ болып келеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, міне қолдарыңызға осылай жабысып тұру керек қамыр. Барлығын елеп алғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 1-2 сағатқа біздің қамырымызды ашу керек. Қамырымыз көтерілді. Дәл осы рецептпен 23 пончик шығады. Барлығын бір көлемде етіп кесіп аламыз. Кесіп алған қамырларымызды домалақ етіп бір пішінге келтіретін боламыз. Міндетті түрде домалақ және де бір пішінде болу қажет. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Біздің қамырларымыз ісінеді. Міне қамырымыз ісінді. Ісінген соң ортасынан тура саусақтарыңызбен осылай бөліп алып, орташа отта майда пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде осындай шпажкамен айналдыра отырып пісіріңіздер, әйтпесе бұл пончиктарымыз қалың болғандықтан ортасы жаңағыдай бітеліп қалуы мүмкін. Сол себепті барынша видеодағыдай қатты ашып, осылай пісіріп алатын боласыздар. Бұның құрамында шекер болғандықтан осылай күйіңкіреп піседі. Енді шоколадқа өздеріңіздің фантазияларыңызбен әсемдесеңіздер де болады, әсемдемей балаларға ұсына берсеңіздер болады. Ал сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып барынша қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Келесіде қандай рецепт шығарғанды қалайсыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім.